записьті бар. Болды. Мынау, андай, Молодец. видеоға түсіріп жатыр осы зумды. Аха, Ой, видеоға молодец. Қандай жақсы Мгм, видео дұрыс. көрсетті. Супер рахмет. Рахмет. Үлкен жігіт бол. Выключить звук. Так, выключить звук. Айжан ханымның дауысын өшіре тұрайын, не? Өйткені қазір мен сұрақ қойған кезде өздеріңіз қосып алып отырасыздар дауыстарыңызды. Аха. Енді маған бар ғой. Менің дауысым жақсы естіліп, жақсы көрініп тұрса, плюс қоя салыңыздар чатқа. Енді мен сіздерге сұрайын дегем. Жалпы сатылым дегенді қалай түсінесіздер? Сатылымды жеңіл, оңай жасағыңыз келсеңіздер, 2 плюс қойып кетіңіздер. Кім оңай, жеңіл, бір қалай айтсам екен, махаббатпен, ризашылықпен, бір рахаттанып, сатылым жасағысы келетіндеріңіз бар болса, плюс қойып кетіңіздер. Барлықтарыңыз почти, е? 3 плюс кетіп жатыр. Ал енді кімде ол шықпай жатыр, олай жасай алмай жатқандарыңыз минус қойып кетіңіздер. Ой. Олай жасай алмай жатқандарыңыз минус қойып кетіңіздер. Олай болмай жатыр, қиын болып жатыр дегендер. Минустар бар ма? Қанша айтсам да келмей жатыр. Мүмкін біреулеріңіз тіпті мүлдем айта алмай жүргендеріңіз, мүлдем айта алмай жүрім деп оны да чатқа жаза кетіңіздер. Мүлдем ұсыныс жасай алмайым дегендер де бар шығар. Мүмкін бар ғой сондай адамдар. Мүлдем ұсыныс жасай алмайтындар бар. Құр міне бір орында тіркеліп алды. Бар жоқ әкелетін 3 адам, сонда әкеле алмайды мысалы, немесе жаңа басқа саладан отырған адамдар болса, бір смайлық қоя қойсаңыздар, чтоб темамызды общий қылатындай, жалпылама тема қылатындай. Тек қана траворимға емес, жалпы айтсам, басқа бізге қонақтарымыз бар болса, мен жалпылай айтатын. Так, 10 адам қосылыппыз. 10 адамда да арасында бізде жалпы айта алмай жүрім деген проблемадар бар екен. Енді бәріміз осы сауданы әдемі ғып, аққан судай ғып бір кейбір адамдар болады, сауда жасайды, презентация береді, өте әдемі презентация болады, бас аяғы жинақы, ұсынғанда сенімді түрде ұсынады, оның ұсынған товарында, оның ұсынған қызметінде сіз қалай сатып алғаныңызды білмей қаласыз. Сондай болды ма сіздерде? Алмайым, мен бұл нәрсені алмайым деп ойлап тұрған нәрсеңізді алып қоясыз. Сондай болды ма сіздерде жағдай? Ана кісінің айтқанына. Болды, ондай жағдай. Мысалы, анекдот болған, анекдот емес, бұл шында да болған притча дейді ғой, болған оқиға. Бір адамды дүкенге сатушы қылып алады. Үлкен супермаркетқа. Ол супермаркетта балықшының қармағынан бастап, қайыққа дейін, автокөлікке дейін бәрін сатады екен. Сол жаңағы супермаркетта жаңадан келген сатушы не істейді? Бір адамға қармақ сатып тұрғанын көреді. Оның начальнигі, директор. Басында ол қармақ сатады оған. Одан кейін қармақтан кейін оған не сатады? Су етік сатады. Су етіктен кейін қайық сатады. Қайықтан кейін тағы не сатады? Палатка сатады. Палаткадан кейін автокөлік сатады да, сол магазиннен шығарып жібереді, Содан директор келіп сұрайды ғой, сен қалай саттың мына кісіге? Мына нәрсенің бәрін, мынаның бәрін. Мына кісіге қалай саттың дегенде, ол әйеліне не алғай келген? Прокладка алғай келген кісі болады. Ал енді сен оған неге қармақты саттың десең, сенің әйелің месячныймен үйде отыратын болса, сендер ешқайда қыдырмайсыңдар ғой. Сен өзің жалғыз балыққа бар деп айттым дейді. Балыққа бару үшін қармақ керек. Қармақты жағада салғаннан су етікті киіп алып, судың ортасына барып алып, қармақты судың ортасына салған жақсы деп айттым дейді. Тіпті қайыққа отырып алсаң, одан да күшті болады деп айттым дейді. Енді сен ол қайықты алғаннан кейін, қармақты алғаннан кейін ол судың жағасына барып қонасың ғой. Палатка алып ал деп айттым дейді.
Ал енді мынаның бәрін сен үйің алып кететін көлігің бар ма? Көлігім жоқ. Балыққа баратын көлігің бар ма? Жоқ, көлік алайын деп жүрмін, әлі алған жоқпын. Міне бізде көлікке скидка болып жатыр, сен ала қой деп айттым дейді. Сонымен ол не? Ана адам бүкіл өзіне қажетті нәрсесін тек қана бір прокладка алайын деп келген адам не істейді? Құм автокөлікке дейін алып кеткен. Сатылымға деген махаббат осы жерден көрінеді да, ана кісінің махаббатпен сатқан. Біз сатылымды не деп ойлаймыз? Кезінде бізге не деп айтты? Сауда сататын адам спекулянт деді ме? Естеріңізде ме? Спекулянт деген ұғымды білетіндеріңіз бастарыңыз спекулянт деп айтатын не? Кімді айтатын спекулянт деп? Ана жерден алып, мына жерге сатқан адамды айтатын спекулянт деп. Сосын кейін өзінің қолымен жасаған нәрсені сатқан адамды да спекулянт деп айтқан. Қайдағы спекулянт ол? Көзінің майын тамызып, қол өнерін салып, бүкіл ана бір нәрсе жасайтын, мысалы корзинка тоқиды, ыдыстар жасайтын, мысалы құмыра жасайды, немесе тағы етік тігеді, киім тоқиды, немесе сурет салады. Сонысын апарып қол өнерін сатқан кезде бізде совет өкіметінің адамдарында не болған? Мынау спекулянт бол деген алып сатар, саудагер, көпес деп неше түрлі айтады. Неге? Өйткені бізде совет заманында ол деген неме болған, мынандай нәрсе болған, ол жаман деген болған. Фартовщик, ең алғаш сауданы біз не істедік? Студент көзімізді не сатып жүрдік? Ана почта самопаларақ сатқанымыз да бар, штучный темекі сатқанымыз да бар, қырғыздардан алмай әкеп коробкамен алма сатқанымыз да бар. Бастапқыда сөйтіп сатуды үйрендік. Ол деген біз үшін не болды? Өте ломка болды адамдарда. Бастапқыда мына қызметте жүрген азаматтар әуелі шығып кетті, сол неменеге ағымға ілесе алмады. Сол себептен сату деген бізге мынандай табу болды. Ал бірақтағы, оказывается, біз не істейміз? Өмір бақи біз сатамыз. Тұрмысқа шыққандарыңыз бар ма? Тұрмысқа шыққандарыңыз бар ғой? Саттыңыздар ғой өздеріңізді. Мен күштімін. Мен деген әдемі қызбын, мен саған әдемі әйел болам, бала туып беремін деп сатып өткеттік қой, өткеттік, Жұмысқа тұрдық па? Тұрдық. Жұмыс жасадыңыздар ғой. Қайттыңыздар, жұмыс берушіге өзімізді қайттық сатып жібердік қой. Мен істей аламын ана жұмысты, менің мынандай недерім бар, қасиеттерім бар, мен мынамен справляюсь, мен мынамен справляюсь, мынандай нәрселерім бар, мен өстіп келе аламын, менің бала шағам өсіп кеткен, мен любой уақытта келе аламын, подработкаға да тұра аламын деп, өзімізді өзіміз саттық. Білімім осындай деп, менің мынандай жерде опытым бар деп саттық. Енді осы сауданы сенімділікпен, батылдылықпен сатқан адамның алды жүреді дағы, және қорқынышпен артқа тартып тұрған адамның жолы болмайды. Ол мына адамның қанша айтты, айтпады, мен қанша мынаны жатқа біліп тұрсам да сататын затымды, менің ішкі состоянием жаман болып тұрса, менің ішкі күйім жаман болып тұрса, мен мынаны сата алмаймын. Мен просто шаршап тұрмын, түнімен ұйықтаған жоқпын, той-тойлап келдім, күйеуіммен ұрыстым, баламмен проблема болып қалды, мынаны маған сату керек, мен мына затты не істеймін, бүйтіп айтамын да тастай саламын. Өйткені менің миым қайда тұр? Ана баламның проблемасында, мына жерде күйеумен ұрысқан проблемада, мына жерде менде не тұр? Вибрациям түсіп тұр. Сондықтан біздің вибрацияларды көтерген кезде, вибрациямызды қуанышқа, махаббатқа әкелген кезде, біздің саудамыз жүреді екен. Мен осы мына 2 күндік осы Кристина Мұратхан деген кісіден осы 2 күндік интенсивті алдым. 2 күндік интенсивті алып, осы интенсивті пайдаланып, ол кісіге өзім траворим сатып жібердім. Өз методын өзіне пайдаландымдағы, ол кісі ақыры менен сатып алды. Не үшін сатып алды? Өйткені мен ол кісіге мынаны айттым. Былтыр айтқан кезде, ол былтыр мені тыңдамай қалған. Биыл айтқан кезде ол кісі мені тыңдады. Неге? Өйткені мен 30 сұрақпен жұмыс істедім. 30 сұрақпен жұмыс істегеннен кейін тура осыны өзіне пайдаландым. Ақырында өзіне айттым, мен сізге өзіңіздің методыңызды пайдаландым деп. Ол кісі күлді дағы, сөйтсем, оның планы болған екен. Оның табысы 7-8 миллион ғой. Ол өзіне мынандай жоспар құрған ғой, менің табысыммен бірдей, немесе менің табысымнан жоғары табысы бар ортаға бару, сол адамдармен араласу, соларға өзімді көрсету деген трансформациялық ойында өзіне тапсырма келген ғой.
сол тапсырманы орындауға ол уже ой ниет қойған ғой. И мен оған саяхатты көрсеткенде ол айтты: "Мен саяхатты и так алып жүрмін" деді. Мен оған ақшаны көрсеткен кезде мен и так менің доходым 7-8 миллион айына деді. Амбассадорлардың 5-6 миллион, 10 миллион деп айтқаным оған шабыт берген жоқ. Ал енді мен ол кісіге осы жерде сізге орта бар дегенде, оказывается, ол сол ортаны іздеп жүрген ғой. Сонда біз не істеуіміз керек? Мынаны сатқан кезде ол адамның қажеттіліктерін жан-жақты қамтуымыз керекпіз. Ол саған менің товарым, менің қызметім саған мынаны береді, мынаны береді, мынаны береді, мынаны береді. Мына адам бәрін көру керек. Астынан қарағанда, үстінен қарағанда, жанынан қарағанда, оңынан қарағанда, солынан қарағанда не болатынын. Ол өзіне выгодасын көру керек та. Біз көбінде не істейміз? Өзіміздің выгодамызды көреміз. Да? Біз өз выгодамызды көреміз. Ана кісіні тіркеп алсам, қазір маған $100 түседі дегенді көреміз ғой. Көреміз, иә? Біз $100 көбінесе $100 ойлап кетеміз. Ал ол кісінің мүмкіндіктері, ол кісіге ашылып жатқан возможностьтар, оның пайдасын ең бірінші көру керек екенбіз. Енді, иә? Иә, біз бар ғой, бүйтіп ойлаймыз ғой, Меруерт ханым, можно вставлю 5 копеек. Біз ойлаймыз ғой, адамның бәріне ақша керек дейміз де, бәріне бизнес пихать етеміз ғой. Ну, саяхат, естественно, саяхат, содан кейін бизнес. Адамға ақша керек деп. А вот енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, орта керек екен адамға деп. Көбінесе біз ондай нәрсені адамның қажеттілігін. Ой, Арай ханым, сіздікі өшіп қалды. Микрофоныңыз өшіп қалды. Иә, өшіріп қойдым, мен айтып болдым. Иә. Адамның басқа да қажеттіліктері үшін не істеуіміз керекпіз? Біз осы өзіміздің сатып отырған өніміміздің жоқ дегенде 15-20 жаңағы артықшылықтарын айта алуымыз керекпіз. Мына Ғалия Қоянбаеваның сабағына кім қатысты білеміз, иә? Ол айтты ғой, осылай көрсетті ғой. Адамдар бірдей емес. Біреуге саяхат керек болса, біреуге саяхат керек жоқ, ақша керек. Мысалы, мен ақшаға келдім. Жаңа Кристина ортаға келді. Гүлнұр саяхатқа келді. Бірақ біз бізді бәрімізді травмурин біріктірді. Біз осы жерде ортақ мақсат тауып алдық. Ортақ мақсат даму екен. Сосын кейін мен осы жерде ол бір нәрсе бар ғой, ортаға келгеннен кейін бір нәрсе, ол догма деген жоқ. Бизнеске келген адам тек қана ақшаны ғана көреді деген жоқ. Мен бизнеске келдім, саяхат тауып алдым. О, қандай күшті деп ары қарай кетіп қалдым. Енді мен саяхатты да айтамын, иә? Гүлнұр тек қана саяхатқа келем деп осы жерде ақша тауып кетті. Мен жаңағы тек қана бизнесқа деп саяхатты тауып кеттім, және мен немене дамушы орта тауып алдым осы жерде. Осығанға дейін сетевой компанияда істегенде менің арманым осындай команда құру болатын. Бір осознанный, бір сондай бір жанталасып, өздері сабақ жүргізіп, өздерін көрсете алатын, өздерін ұсына алатын, сондай бір толық, мынандай жаңа колесо баланса көрсетеді ғой, Бағжан апай. Сондағы бір толған адамды сол адамдар менде қалай қазір командамда пайда болып жатыр, менің запросым бойынша. Енді микрофонды өшіріп қояйын, е, Алия ханымдікін өшіріп қояйын. Енді менде сұрақ осындай. Осы сұрақтармен жұмыс жасайықтағы, ең соңында біз өзімізге әрекет шығарып аламыз осы сұрақпен жасап отырып. Так, жеңіл сату үшін сіз үшін не? Жеңіл сату деген сіз үшін не ол? Кәдімгідей қаламсаптарыңызды алып жазып отырыңыздар. Оңай жеңіл сату деген сіз үшін ол не? Қалай сипаттайсыз? Оңай жеңіл сату дегенді қалай сипаттайсыз? Біреу айтады, е? Бірден сатып алса, оңай жеңіл сату деп айтам. Біреу айтады, мен любой жерде лифтта кетіп бара жатып сата салсам, су ішіп тұрып сата салсам, немесе бір жерде бір дүкеннен нан алып тұрып қасымдағы қант алып тұрған адамға сата салсам, сол жеңіл деп ойлайды, е? Мен мысалы жазыппын. Мен ол сұраққа
бүйтіп жазыппын. Біреуге өзімнің жақсы көретін кәмпитімді берген сияқты сатсам деп жазыппын. Как конфетку деп жазыппын. Солай жауап беріппін. Сіздерде қалай болып жатыр? Мен айтайын ба? Сөйлеуге бола ма? Иә. Мен ана кісінің көңіліне шықсам, соған қуанам. Ана кісі алғанда с радостью алады ғой. Сол кезде я тоже от этого заряжаюсь. Когда человек доволен. Жеңіл сату деген сіз үшін ана кісінің қуанышы. Иә. Қуаныш Иә. алсаңыз, сіз жеңіл сатым деп ойлайсыз, Мен иә? өзім жеңіл алғанда солай кісіде де сөйтіп ойлаймын, сөйтіп жеңіл алса деп ойлаймын. Түсіндіріп бәрін точкасы. Осы жерде қуанышты ана кісі де қуаныш сезсін деп, иә? Сол кезде қуанышыңызбен бөлісе бастағанда сізде не жүріп кетті? Энергия. Команда жүріп кетті ғой сізде ана қуанышыңызда. Сіз, Гүлнар ханым, сіздің түріңіз қазір былай ғой. Мынау улыбка уже сходит с лица. Жоқ, мен когда вот вообще осы бизнесті естігенде басынан бастап у меня была мечта вот так с соклассниками собраться. Вот мен сол к этой мечте иду, и то, что к нам подсоединяются мои соклассники, мне это вообще еще больше как бы стимулирует, заряжает, да. Вот, қайдан қуаттанып жатырсыз, иә? Сіз класстастарыңызға қуаныш сыйлағаннан қуаттанып жатырсыз. Иә. Келесі сұрақ. Сенің сенімділігің, батылдығың сатылымда қалай көрініс береді? Сенімді болғандарыңыз, батыл болғандарыңызды сату кезінде қалай көресіз сіз? Нәтижесінен көресіз ғой, иә? Иә, сен өзіңнің сатып тұрған нәрсеңді жақсы білсең, сен онда уверенно сатасың ғой, қорықпай. Сіз уверенно саттыңыз, енді оның сатылғанын қайдан білесіз? Жақсы сатылғанын. Ана кісінің отзывынан, я не знаю, содан білесің. Рекомендовать еткен кезде. Тағы да сол біреу өзі естіп алып, біреуге рекомендовать еткенде. Иә, сіздің жасағаныңызды жасап кеткенде, иә? Сіз енді мынаны жазып отырыңыздар. Өйткені оны кейін пайдаланасыздар. Мен ол сұраққа былай жауап беріппін. Объем продаж. Менің сатылымым көбейеді. Менің сауда жасағанымның, менің жақсы сатқанымның көрінісі, менде партнер көбейеді, менің командам өседі, менің жасаған презентациямнан адамдар қайтеді, сатылым алады. Менің қызметімді сатып алады. Ол сол менің көрінісім. Так, енді келесі сұрақ. Сенің клиенттерің сенімен қарым-қатынаста болғаннан кейін қандай болғанын қалайсың? Мен ең жақсы көретін сұрағым. Клиенттеріңіз сізбен даже сатып алмаса да, сіз сөйлестіңіз, сізден кеткен кезде қандай болғанын қалайсыз ол кісінің? Жақсы қарым-қатынаста болу ол кісімен. Еще глубже жаңағы ашып жүріңіз, жақсы қарым-қатынаста деген ол қалай деген сөз? Ана кісі сізді қалай болып тұру керек? Қалап тұрса, сізді. Иә. Мен арайдан ештеме алмасам да, маған араймен қарым-қатынас жасағанын айт. Мен оның ортасында болғым келеді. Онымен қарым-қатынас жасай бергім келеді. Ну что, мен алған жоқпын осы жолы, мен кейін алам. Мен оның ортасында болғым келеді, киноға барғым келеді онымен, паркке барғым келеді, фотосессияға барғым келеді. Сондай адам болуымыз керек. Тағы келесі сұрақ. Сенің сатып отырған товарың немесе қызметіңнің анық құндылығы неде? Анық құндылығы. Міне, мысалы, біз саяхат дейміз, травориум, жабық саяхат клубы деп айтамыз. Бірақ та бұның ішінде тағы да құндылықтар бар ғой. Немесе жаңағы басқа салада жүрген адамдар бар ма? Мысалы, біреу не сатады? Мысалы, көлік сатады, біреу мүлік сатады, үй сатады, гараж сатады, соның анық құндылығын айта аласыз ба? Осы жерде сіздерге тапсырма, травориумның 10 құндылығын өздеріңіз алыңыздаршы, сіздерге жеңіл болады сонда сатып. Главная ценность компании. Ценность деген сол ғой, ценность. 10 құндылығын Дать возможность людям путешествовать.
айта аласыздар. Бұл жердегі құндылық Меруерт ханым адамдарға тиімді саяхат беру, адамдарға тиімді көрсету. Тиімді Біреу. саяхаттауды көрсету. О, Нұргүл сәлем. Гүлмира ханым сәлем. Ол Сапалы, бір тиімді саяхаттау. меніңше. құндылық, екінші құндылық. Сәлемет. Тиімді саяхаттау, жаңа жазып отырмыз. Тиімді Естілді ме? саяхаттау. Естілді ма? Тегін саяхат. Тегін саяхат. Тегін саяхат, құндылық. Тағы да қандай құндылық бар бізде? Жақсы орта. Орта. Орта уже үш құндылық болды. Tell for upgrade. Ақша табу. CI. Табыс табу, сосын кейін тағы да. Сосын доллармен табу. Оны доллармен табу, иә. Ақша доллармен табу. Апта сайын табыс аласың, табысыңды аласың. Айта беріңіздер. Кімде қандай құндылық айта аласыздар? Сана сезімді өзгерту. Иә. Өзгерту, иә, күшті. Позитив болу ғой. Позитив Өмірге, иә. қуанышта болу. Қуаныш табу. Элитный бизнес. Элитный бизнес. Дұрыс айтасыз. Премиум. 5 жұлдызды шикарный резорттарда демалу. Адамдардың қолдары жетпейтін. Қарапайым адамдардың қолдары жетпейтін. Шикарный резорттарда демалу. Қарапайым адамдар, иә, миллионерлер құсап, байлар құсап демалады. Сосын ең басты құндылығы табыс тапқысы келіп жүрген адамдарға мүмкіндік беру. Саяхаттағысы келіп жүрген адамдарға мүмкіндік беру. Иә. Бұл жерде өзіңді жақсы көруді де үйрену екен. Иә. Қанша? Өзімізді жақсы көру. Команда. Команданы ұйымдастыра білу. Ұйымдастыра білу, өзіңде лидер болып, өзіңді тәрбиелейсің, сен өзіңнен кейін келген адамдарды ұйымдастыра білуің керек. Және де, мына костяк команда дейді ғой, сол костякпен бірге жүріп, сондай жақын, етене жақын болып кетесің. Ол кісілер саған туған адамдарындай болып кетеді екен. Қыздар, маған тағы рет түсініп бер деп жатыр класстастардан. Мен переписываться етіп отырмын. Иә, енді қараңыздар, мен міне жаңадан өзіме ашқан тағы бір құндылығы. Бұл жерде не? Біз жаңа нейрон талшықтарын түзеді екенбіз. Саяхат ол жаңа нейрон талшықтарын түзеді. Неме істейміз біз саяхатта? Жаңа жерге барамыз, жаңа иістер, жаңа түстер, жаңа басқа біз естімеген реч. Ана адамдардың тілі бізге басқа таныс емес. Соны біз көреміз, таң қаламыз, қуанамыз, Одан кейін ол жердегі бізге маршрутты еске сақтау керек қой. Гидтің атын есімізге сақтау керек. Автобусымыздың номерін есімізге сақтау керек. Бұл не істейді? Біздің мына нейрон талшықтарын дамытып, біз еске сақтау қабілетімізді жақсартамыз. Ол өте қазір маңызды. Ол жеке тема. Мен кеше өзім осы теманы айтып отырып, осын саяхатқа ұштастырып кеткенде өзім таң қалдым. Оказывается, бұның осындай да қыры бар екен ғой деп. Біз жаңа нәрсені көріп, Бізде болған ақмерді ұстамайды, сосын біз ақшасын төлейміз, бірақ вообще не болмайды. Қайда жоқ. Мен ұстап Турцияда далаға шығып кеткен аэропортта. Заттарын ұстап. Иә. Мысалы, қазір бізде еске сақтау қабілеті дейміз, Так, выключить звук. Нургуль, выключи, пожалуйста, звук не выключается у тебя. Қараңыздар, бізде қазір бар ғой, адамдарда, әсіресе мына ковидтан кейін адамдарда еске сақтау қабілеті жаман түсіп жатыр. Неге? Өйткені ковид, оказывается, өкпеге емес, сосудтарға әсер еткен ғой. Сосудты, қан тамырларына. Ал қан тамыры, мида да қан тамырлары бар ғой, миллиондаған, миллиард қан тамырлары бар. Соның бәріне әсер еткен, енді не істеп жатырмыз біз? Еске сақтау қабілеті түсіп кетті. Оны даже біз емес, даже специалист, медиктар да айтып жатыр. Енді соны біз қайтып жатырмыз, саяхатпен жандандырып жатырмыз.
Саяхатқа барғанда жаңа эмоция, жаңа қуаныштар, жаңа жер, жаңа нәрсені көреді, адам жасарып кетеді. Байқайсыздар ма саяхатқа барған адамның қалай жасаратынын? Өздеріңіз фотоларыңызды көрдіңіздер ме? Мен Дубайдағы құмның үстінде түскен өзімнің фотоларыма таң қалам. Ешқандай эффектсіз өзімнің жай түсірген селфиларым мен әдемі болып кеткен ғой. Жаңағы барған адамдардың бәрін қарап отырып, бәрі әдемі болып жасап кеткен. Адам эмоциямен жасарады, көрдіңіздер ме? Келесі сұрақ, иә? Осы құндылықтарды, 10 құндылықты жазып аламыз. Келесі сұрақ. Неліктен сенің товарың, қызметің адам өмірін өзгертеді? Жаңа қоса жауап беріп тастадық, иә? Вкусно, да? Духовка, да, Адамның делали? ортасы өзгереді. Нұргүл, микрофон выключишь, пожалуйста. Адамның өмірі өзгереді. Неліктен өзгереді? Жаңа мен айтып кеттім, иә, уже сол сұрақтарды. Өйткені ол саяхатқа шығады, жаңа орта қалыптастырады, өзін-өзі дамытады, алға қарай жүреді. Жаңағы кім айтты, өзін-өзі жақсы көре бастайды екен деп. Айкүн ханым айтты. Өзіміз жақсы көре бастаймыз ғой. Өзімізге өзіміз басқа көзқараспен қарай бастаймыз. Келесі сұрақ. Сен 100% сенімді болып, қорқыныштарың 0% болса, сатылым үшін дәл қазір не жасар едің? Қазір вот өздеріңіз представьте, что сіздерде сенімділік 100%. Батылсыздар, сенімдісіздер, әшейін деген. Кім мысалы сіз? Гүлсім Шайықовасыз. Я ол кісі батыл ғой, или Алтын, или Нелли, или Игорь Никитскийсіз сіз. Не істейтін едіңіз? Ең бірінші барып не істеп саушы едіңіз? Айта қалыңыздар, не жаза қалыңыздар? Ең бірінші барып не істеп саушы едіңіз? Сұрағыңыздың басы қандай еді? Егер сіз 100% өзіңізге сенімді болсаңыз, қорқынышыңыз 0% болса. Түгел таныстарыма презентация беруші едім. Гөл танысыңызға презентация беріп тастау. Қорқынышым 0 болса. Круто. Өзіме сенсем. Тағы да. Ешкімнен қорықпайсың, айта бересің. Иә, тағы да арғарай. Кім тағы да не істеуші еді? Дәл қазір, дәл бүгін не істеуші едіңіздер? Мен акция жасаушы едім. Оқты, акциямен ұрышы едіңіз, е? Өйткені сен қайтарып алатыныңызды. Пайдасы одан да көп болатын. Мысалы былай жазыппын, мен күніне 10-15 адамға айтушы едім деп жазыппын. Сонда мен аузым құрғамай айта беретін болғам ғой. 10 сағат, 15 сағат сөйлеуге дайын болғам ғой тіпті. Сенімділігім 100%. Я бы 10 звонков сделала за один день. Я сегодня переписалась уже с 20 людьми. 2 мне отвечают. Мен қазір күніне 20 адамға жазып айтып жатырмын. Уже жазбайым, айта берем ауызша. Молодцы. Сенімділік артқан кезде не кетті? Қорқыныш артқа кетті. Өйткені қорқыныш бар жерде сенімділік бола алмайды. Никак. Екі нәрсенің бірі ғана болады ғой. Ал сенімділік бар кезде қорқыныш қайтеді, қорқыныш шегінеді. Өйткені сенімділік тұрған кезде қорқыныш ол жүре алмайды, е? Екі нәрсе бір жерде бола алмайды ғой. Либо мынау болады, либо мынау болады, е? Ары қарай кеттік. Товарыңыз не қызметіңізді үнемі ұсынып отыруға не кедергі? Үнемі өстіп жүргенге не кедергі болады сіздерге? Не қазір бізде акция болды, бізде взлет күшті болып жатыр. Енді осыны ары қарай да сақтап тұрғанға, немесе осығанға дейін де осылай жұмыс істегенге не кедергі болды сіздерге? Жалқаулық. Звондамаймыз, жазбаймыз. Иә, біріншіден сол ғой. Гүлнар ханым, сіздің микрофоныңыз өшіп тұр. Комфорт еще, зона комфорта. Сенімсіз ғой қазір. Зона комфорта. Иә, сенімсіз уақыт. Я уже набираю обороты, я не буду останавливаться лично мен. А вот что вас останавливало? Что вас тогда останавливало? Меня останавливало какой-то вот, ну я же еще не понимала, сама же не раскусила же анан бәрін. И кішкене у меня недоверие к компании было. Пока барып, көзіңізбен көріп, жай павлиндарды көріп керек болды ғой сізге. Иә, маған сол павлиндарды көріп болды. Аманды барып, көріп,
ана Я- аманның алмасынан ауыз тиіп, Я сонан кейін. После того, как я уже это все сама ощутила, я уже начала как бы уже рассказывать как бы. сафаридің джип Қорықпай, артымдағы кісілердің ұялмай айтатындай қылып, аузым толып айтатындай. сондықтан бізге не істеу керек? Өзімізге саяхатқа бару керек. Саяхатқа бару керек. Өзіміз, өз товарымыз. Айтады ғой ана, продукт своего продукта дейді, е? Мысалы, мен игропрактикпін. Полюбить должен. Мен өзімнің ойынымды ойнап, одан нәтиже алсам, мен оңай айтам, е? Мысалы, мен киім сатып отырмын, мен өзімнің тасып жүрген киімдерімді өзім киісем, мен оңай айтам. Өзімнің сатып отырған тамағымнан өзім жеп отырсам, мен оны оңай айтам. Мен өзім жеймін мына тамақтан. Бұл натуральный, таза, семьяма осы тамақты берем деп айтам, е? Немесе үй салып жатқан адам да сөйтіп айтады. Мен өзіме осы материалдан салып жатырмын үйді. Өстіп туыстарыма осындай үйден салып бердім. Өзіміз тұрып жатырмыз осы үйде деп айтады, е? Сол сияқты біз өзіміздің товарымызда сенімді болу үшін біз оны өзіміз пайдалану керекпіз. Ал пайдаланбасақ, сол кезде бізде кедергі болады екен. Так, дәл қазір сатылым жасау үшін бірінші қандай қадам жасар едің дейді. Оған бағана сұрақ қойған сияқтымыз, е? Бірінші қадамды айтыңыздаршы, ең бірінші қадам қазір. Тура бүгін қазір, дәл қазір жатпай тұрып, не істейсіз сатылым болу үшін? Ертең сатылым болу үшін дәл қазір бір қадам ғана айтыңыздар. Ертең не істейсіздер? Ең бірінші неден бастайсыздар? Тілек тілейміз, Алладан сұраймыз, тапсырамыз. Аффирмация, е? Сосын кейін Жоспар жазады. жазам. Медитация тыңдап жатам. Сатылым жасау үшін бүгінгі сөйлеп ойланып кеткен адамға бірінші шығу керек. Не болды, шешім қабылдадың ба, давай деп айту керек. Солардың тізімін жазып қоясыз, е? Тізімін жасап қоямын. Мен ертең мынаған бірінші соғам, одан кейін барып мынадарға соғам деп. Аха. Енді мына бір-біріңіздің айтып отырған лайфхактарыңызды жазып отырыңыздар. Өйткені біреудің айтқанын екінші адам білмеуі мүмкін, біліп тұрса дағы мән бермеуі мүмкін. Сол үшін бір-біріңіздің айтқандарыңызды еске сақтап жазып отыруға тырысыңыздар. Енді сенің ең мықты клиентің қандай сипатта? Ең күшті, ең әдемі күшті клиентіңізді сипаттап жіберіңізші. Клиентім қандай болса деп көзіңізді жұмыңызда, прям елестетіңіздерші, клиентім, менің клиентім осындай. Позитивный. Осындай. Шешім тез қабылдайтын. Шешімді тез қабылдайтын. Міне, қыздар, осы жерден өзіңіздің клиенттеріңіздің аватарын жасап алыңыздар. Бұл визуализация. Менің клиентім VIP казашка. Ары қарай. Неге тек қана казашка, неге шектеліп отырсыз Қазақстанмен ғана? Шектелмеңіз, давайте. Өмірге құштар, өзі осындай рухани жақтан қалайтын, әлемді көретін, Алланың жаратқан жерлеріне қызығатын, сондай адам рухани неменен де жақсы көреді, ақшаны да жақсы көретін адамдар менің клиенттерім. Сосын кейін түсінігі мол, өмірді көрген, сондай өмірге деген құлшынысы жанып тұрған адамдар. Сосын тағы қосайын, энтузиаст, саяхаттағанды ұйымдастыра алатын, ағылшынша, түркше, французша білетін, қойыңыздар, нең өзінің да, өзгенің да есебін түгендей алатын, неше түрлі мероприятияларды ұйымдастыра алатын, конференция ұйымдастыратын лидер керек қой сізге. Онлайнды қатыратын, тиктокты қатыратын, онлайн елге үйретіп тастайтын, өзінің артынан команданы жандырып отыратын, мотиватор. Қоса беріңіздер, қандай клиент керек сіздерге. Мечтать не біледі. Кәдімгідей жазсаңыздар, клиентіңіз қандай болу керек. Бір компания кәдімгідей үйреткен аватар клиента деген жазғамыз, кәдімгідей бір бет қып жазғамыз. Аватар моего партнера деп. Сол аватарды кәдімгідей құндылықты жазасыз, клиентіңіздің қандай болатынын жазасыз, қандай әрекет жасайтыныңызды жазасыз, жазатын нәрсе көп мына сабақтан кейін.
Енді сенің өнімің немесе товарың немесе қызметіңді сатып алған адамның өмірі қалай өзгереді? Ол жаңағы күшті адамыңыз келді, жаңағы лидер, онлайн, тикток бәрін қатырып отыр, инстаграм, фейсбук бәрін. Өзі ұйымдастырушы, өзі деген не қыл дейсің, бәрі жан жағынан деген дамып тұрған адам. Енді оның өмірі ары қарай қалай өзгереді біздің қызметімізді алғаннан кейін? Біздің командаға Одан да адам, екі сөз. өзінің командасына адам әкеледі. Санын Өзінің көбейтеді команда жинайды. партнерларын. Өзі команда жинайды, иә. Өзі Ойбай, бөлек. күшті өзгереді ғой. 10 мың доллар табыс алса, вообще өмірі 360 градусқа өзгереді ғой. Весь мир объездит, миллионером будет, родственникам будет помогать, богатая будет, машаллах, все мечты исполнит. Вообще супер, даст возможность другим людям. Нургуля, вы такая красивая, вам этот Ол цвет так идет. өзіне сенімділігі артады, өзінің сондай Рахмет. позитив өмірге құштар жандардың ортасына келгеннен кейін өзін қуанышты сезіледі. Ең жоқ дегенде бір негатив айтпайтын, сондай жанып тұрған адамдардың ішіне кіріп, өзі өзгереді да бірінші. Өзіне сенімділік артады. Сосын кейін барып өмірге күшті көзқараспен қарайтын болады, саяхатты жақсы көреді, батыл болады, қайсар болады. Содан кейін барып ашылады, ішкі жан дүниесі ашылады, фонтан секілді жарылады, айта алмай жүргендердің барлығын айтып, басқадан болады ғой, көзіне, жанарына жанып, от жанып, өмірге деген сондай құштарлық артады. Сосын кейін барып барлығына өзінің неменесімен көрсетеді. О, сен неғып өзгергенсің дейді. Содан кейін адамдарға айта бастайды, командасы үлкейеді, ақша таба бастайды, жақсы өмірді көре бастайды, кредиті жоғалады, үйі болады, машинасы болады, әлемді көреді. Қараңыздаршы, адам бар ғой жаңағы Айкүн ханым айтқан адам, негізі біз сондаймыз. Просто біз не істегенбіз? Мұғалім былай деп айтты, осылай болып қалдық. Ата-анам былай деп айтты, былай болып қалдық. Сосын кейін бастық осылай бол деп айтты, бастық. Сосын күйеуің айтты, одан балаң айтты, одан кейін қайынапаң айтты, енең айтты, атаң айтты. В общем, бәрінің запреттарымен біз мынандай бір өзімізді мынандай қылып тастадық та, мынандай кішкентай болып алдық. Ал негізі адам былай гүл сияқты жарқыраған күшті ғой, жаңағы Айкүн ханым айтқан. Адам қайтеді, өзін өзі табады ғой, әдемі өзінің болмысын ашады ғой, өзінің түпкі болмысын. Қай кезде сізде тез оңай сатылым болды? Қай кезде сіз рахаттанып тұрып саттыңыз? И оның себебі не болды? Менде бір қажа болды. Үшінші партнерімді тіркеген кезде презентацияны айттық, ана кісі сразу сол жерде ақшасын алды, сол жерде удостоверениесін берді, сразу тіркеле салды. Анархан апай. Сонда біз бір рахаттанып саттық қой. Оның себебі не болды? Оның себебі біз прям жанып тұрдық о кезде. И мен таң намазында сұрадым. Маған бүгін үшінші адам керек. Маған бүгін керек сол адам деп. И мен сол адамды тіркеп алдым. Менің себебім сол болды. Сіздерде қалай болды? Сіздерде де болды ғой сондай момент? Мен өзіме сенімді болған кезде, мәселен, осы жолы Түркиядан келген кезде мен өте сенімді болдым. Саяхатшыларды көрдім, мыңдап жүрген саяхатшыларды көрген кезде мен айттым, Қазақстанды да осындай саяхат туризммен дамыту керек. Елдерде бізге келу керек. Неге түріктерде ана жерде көрген Памукалиялары біздің Ақтөбе, мынау Шарынға да жетпейді екен. Бізде мүмкіндік көп, саяхат ұнатқан адам көп екен деп сөйтіп жанып келдім да, сол қуанышыммен сондай жанып тұрғаныммен айтып едім, бытырлатып бәрі кірді ғой. Оп-оңай сатылды. Қазір жаз маған давай деп сөйтіп ақшаны жіберейін ба, саған берейін ба деп. Жоқ, маған бермейсің, Каспийіңде тұру керек, мен ертең барам деп. Солай жеңіл болды. Өзің қалай жеңіл ойласаң, өзің қалай сенсең осы товарыңа, адам да солай келеді екен. Өзің товарың сенбей деп бір жаман нәрсе айтатындай, оны бір жаман бір немене қылатындай айтсаң, ауыр келеді да. Өзің жеңіл ойлайсың, жеңіл айтасың, жеңіл келеді, сондай керемет. То есть все-таки сол батыл болғанда, өжет болғанда бізде сатылым жеңіл жүреді екен. Аха.
Енді қараңыздар, егер сіз сауда сатып отырмын деп емес, жай мүмкіндік айтып отырмын деп ойласаңыз, сонда мына ұсынысыңыз қалай өзгеретін еді? Сіз қалай айтатын едіңіз? Мен қазір айтып отырмын, осындай орай 200 мың теңгемен 2 миллион теңге табатын бизнесті тыңдағың келе ма деймін. Ол қалай дейді. Сосын мен айтам, ол үшін онда кездесу керекпіз дедім. Кездесу керекпіз, сонда барып айтам. Көзбе-көз отырып айтам, мен телефонда айта алмаймын. Уақыт табу керексің. Сенде сондай немене бар ма десе, мүмкіндік бар ма? Иә, бар. Мен содан көрсетіп берем. Міне, мынандай 2 миллион қандай жетеді? 3 адам, 7 адам болды. Одан қиын ештеңкесі жоқ. Давай деп сонымен сеніп жатыр да. Сол ақша табасың, мүмкіндік аласың. Міне 2 миллионға жеткен кезде сен любой елге қонақ үйің, гостиницаң, немелерің дайын, барасың, демаласың, ақша тауып отырсың, саяхатың бар, балаларыңның жағдайын жасап отырсың, үйде, семьяда отырып жұмыс жасай бересің. Қазір онлайн заман, бір телефоның болса болды. Аренда алып жатқан жоқсың, товар тасып жатқан жоқсың. Болды, соны айтам. Көрдіңіздер ме? Айкүн ханымдікі не болып кетті? Жеп-жеңіл бір нәрсе, бір жеңіл нәрсе болып кетті. 200 мыңды салда, қолыңа телефоныңды алда, списогімен звонтай бер. Болды. Болды, басқа ештеме істемей қой. Сол өз сөйлесе берші адамдармен. Сөйлесе алсаң болды, иә? Осындай түсінген кезде бұл кісінің ұсынысы қалай болып кетті? Жеңіл болып кетті. Легко дейді ғой, легко налайте деген осы. Когда біз қиналмаймыз, ой, анаған презентацияны қайтып айтам, мынаны білмей қалсам, қайтып айтам, мына жерде $7 орнына 75 деп айтып қойсам, масқара ұят болады. Біз не істейміз? Солай? Аха, мои партнеры, я күшті, Пернай ханым. Күшті аффирмациядар айтып жатыр Пернай ханым. Енді иә, ары қарай сұрағымыз, сенің қай қасиетің сатуға оң әсер етеді? Қай қасиеттеріңіз сатуға оң әсерін беріп тұр? Маған мәселен қазіргі келіп жатқан адамдар айтады, біз сізге қарап жанып тұрмыз дейді. Бір сеніп тұрмыз дейді. Сіздің мынандай жанып тұрған неменеңізді көріп, бізге мықты лидер, бізге сөзсіз мына неменеден қазіргі кредиттен шығатын, осындай әлемді көретін мүмкіндікті беріп отырғаныңызға сеніп отырмыз. Сіздің түріңізге қарап дейді. Білмеймін оны енді. Қалай батыл айтқан. Тағы біреудің мүмкін біреу айтады, мен нені кабинетті күшті білем. Броньдарды күшті білем. Сол үшін мен адамдарға күшті қылып айта алам, сол үшін маған келеді дейді. Біреу айтады, Менде бір қызық сөзіңізді білейін. Мен әлі күнге дейін сөздің шыны керек, ұялып отырмын. Қазір енді ертең отырып, Гүлнұр ханымнан маркетинг планды үйренуім керек. Маған жаз деді, тапсырманы берді, бірақ уақыт болған жоқ. Мен Айнұр ханымның уақытын пайдаланып, тек қана жаздыру, адам жазу болды. Ары бері Алматыда. Ана маркетинг планды 20 рет жазған жоқпын. Сөздің шыны керек, өзім әлі білмеймін. Ана сайтты ашып кіре алмаймын, адамды бүйтіп тіркей алмаймын. Сайттың қай жерінде ақша бар, көрсете алмаймын. Бірақ мен 200 мың теңгемен 2 миллион теңге табасың деп қана айтам, болды. Эмоция. Соны эмоциямен айтам, сенімді түрде. Адам соған қарап, болды, білдім. Жарайды, ұшақ адам ба, болды, ұшақ адам оңай ғой деп сөйтіп ақшаларын беріп жатыр. Настолько Айкүн ханым оңайлатып тастаған, ол ана ішінің ашып қарамайды да. Бастапқыда біз қалай саттық? Біз де солай саттық. Кабинетті аша алмаймыз, Нұргүл? Кабинетті Нұргүл де аша алмайды, мен де аша алмаймын, Анар апай да аша алмайды. Білеміз, әйтеуір 4-45 деген бар екенін білеміз, ол қай жерге түсіп жатқанын да білмейміз, оны ашып көрсете алмаймыз, 4-45-іміздің бар екенін. Айнұр ханымның жетектеуімен ғана ашамыз да, өзіміз көреміз, елге көрсетейік десек, ұмыт қаламыз қай жерден ашылатынын. 4 платформаны күздігіні Айнұр ханым мен Сальвия ханым келіп үйреткен кезде 4 платформаны разобрались там. 3 ай 4 ай өткенде. Мынау поощрительный деген тегін екен, мировой тур дегенге бал жинау керек екен, Getaway дегенге бал жинау керек екен, Getaway деген вилла екен, ал мынау travel сайттың ішінде не бар екен, ана круиз бар екен, автопрокат бар екен, соның бәрін талдап, қай уақытта білдік. Ана кім Сальвия ханым мен Айнұр ханым келіп бізге түсіндірген кезде бірақ білдік.
мүмкін олар ана презентацияда айтылып жатыр, бірақ оны мына қасыңда Мән бермейміз, иә. кейбір адам болады онлайннан ақпаратты қабылдайтын адам болады, кейбір адам болады тек қана мына көзбе көз сөйлескеннен ғана қабылдайтын адам болады. Ол да жаңа Ғалия ханымның мына 5 саусақ бірдей емес, адамдар бәрін бірдей қабылдай алмайды деген ол қағида, ол шында да шын рас нәрсе ол. Енді сұрақ, соңғы сұрақ. Тура ертең, нақ ертең осынша сумма табу керек болса, сіз қандай 3 әрекетті бастап жасар едіңіз? Тура ертең сізге $300 табу керек. $3000 деп айтпай қояйын, сіздерге ертең $300 табу керек. Ол ақша сізге керек міне. Кредит төлеу керек, там аренда төлеу керек, немесе бір нәрсе сатып алу керек, балаңыздың оқуын төлеу керек деген сияқты. $300 керек сізге. $300 150 мың теңге ақша. Сол $300 табу үшін тура ертең осы Траворимдағылар, бізде ылғи Траворим отырмыз ғой. Тура ертең қандай 3 әрекеттен бастап жасайсыз? Даже ертең емес, даже қазір. Тізімдіктегі адамдарға хабарласамыз, жазып қойған. Бірінші әрекет. Кездесуге шақырамыз. Екінші әрекет. Мүмкіндігінше 10 адамның ішіндегі 3 адам тіркелуге әрекет жасаймыз. 3 адам. 3 адамды тіркесек, $300. Өзімнің немнемді қалаймын, табамын. Бірінші енді мен жатарда Алладан сұраймын. Сол. Енді қазір Айкүн ханым жаңағы мына нәрсені, енді представьте, что сізге ертең тағы $300 табу керек. Осы 3 әрекетіңізді кәдімгідей қағазға жазасыз да, соны жұмыс істейсіз. И күнде соны істей бересіз. Сізде маған анау 4-ші ай ма, 3-ші айда келгенде жазып бердіңіз ғой, мынаны 20 рет жаз деп. Сол қағаз қалды ғой, мен мән бермедім. Сөзің шыны керек. Бірақ маған майда ойге қалды да, мен ай сайын неге 70 мың теңге төлеп отырмын? Төлемейін да, мен айтып көрейін дедім. Айтпағам ғой. Майда айттым, майдың 10-дары бастап айттым. 10 күн арасында 3 адам тіркеліп кетті ғой. Мен соған, мен 10 күн ішінде, мен айтпай жүрген екем ғой. Бірнешеуін шақырдым да, сіз кеткеннен кейін бүйтіп өшіп қалдым. Сосын 3 адам шақырдым да, солар тіркелді. Сосын тағы соған қанағаттанып қалдым ғой. Болды, мен тегінге шығып алдым деп жүріп алдым ғой. Енді мен немне қалған кезде мына жерде ақша, доллар ақша бар. Өйткені Түркияда лира бар болса да, лирамен жұмыс жасамайды екен. Барлығы 25 евро, 25 доллар, тамағыңда $30, таксиің $35. Доллармен сөйлеген кезде мен айттым, теңгенің, өзім экономистпін, теңге құнсызданып бара жатыр. Теңгемен ақша табу керек емес. Мына жерде доллармен ақша беріп тұр, Құдай беріп тұр, бір бизнесім дайын тұр, неге істемеске? Елдің бәрі саяхатын. Давай мен істеймін деп, сонымен Сәлбия ханым мен Айнұр ханымға шықтым да, маған келіңіздер, көмектесіңіздер деп бастадым. Ниет өзімнен басталдым, әрекет өзімнен балды. Берекесін Алла беріп жатыр. Чатты қарап қояйық, қыздар, қандай әрекет жасайсыздар? Жазып жатсыздар ма? Чатты қарап қояйын мен. Чатым 7, яркие, с организаторскими способностями, пунктуальные, креативные. Пернай ханымның, міне мына Пернай ханымның жазғанын копировать етіп, өздеріңізге соны күнде айтып жүрсеңіз де болады екен. Лояльные, мудрые, настойчивые, ответственные, обучаемые. Мына енді қазір жаңағы маркетингті 20 рет айтқандағы Нұргүл ханым, Нұргүл қайда? Не үшін біз маркетингті 20 рет айтамыз, білесіздер ме? 20 рет айтқанда, где-то бір 10-15 рет айтып жатқан кезде, ана цифрларды адам түсінеді. Мына жерге келеді, бірінші ол цифр. 8-ші рет жазған кезде. Одай мына жаққа түседі, бір где-то 15-ші рет жазған кезде, мына жүрекке түседі қой ана цифрлар. Түсінеміз. Сол үшін новичокқа 20 рет жаз деп айтатынымыз да сол. Новичок 20 рет жазған кезде, ана каждый цифрды түсінеді. Мына бұқым болмысымен қабылдайды, махаббатымен қабылдайды. Егер де біз жаңа тағы айтамын, егер біз өзіміздің сатып отырған нәрсемізді қайтадан сатып ала алмасақ, 9-ші рет жазғанда өзім махаббатыңыз оянды, қараңыздар. Егер де біз өзіміздің затымызды махаббатпен пайдалана алмасақ,
Біз махаббатпен ұсына алмаймыз. Ана айтады ғой, мына маркетингті айтып отырып, өзім сатып алғым келіп кетті ғой деп. Сондай махаббатпен айтқан кезде ана адам тіркеледі. Жүрекпен айту керек қой, жүрекпен айтқан сөз жүрекке жетеді. Махаббатпен. Мен сіздерге барлықтарыңызға жүрекпен, махаббатпен ұсыныс жасағанға тілеймін. Махаббатпен ұсыныс жасаңыздар, махаббатпен тілеу-тілеңіздер. Так, записім болды ғой дейме, мен записті өшірейін. Приостановить запись. Остановить запись. Болды. Енді